Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай, телефонмен криптовалюта арқылы ақша табуға болатын новый телеграм бот көрсеткім келіп отыр. Бұл боттың аты Shiba бот деп аталады. Бұл боттың ссылкасын мен осы видеоның астына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийіне қалдырам. Бұл бот арқылы Shiba Inu деген криптовалюта табуымызға болады. Бұл бот біздерге Shiba Inu деген криптовалютаны бұл ботқа адам шақырғанымыз үшін төлейді. Мына ботқа бір адам шақыратын болсақ, біздерге бұл бот 1000 Shiba Inu төлейді. Бұл Shiba Inu деген криптовалютаның бағасы қазір арзан болып тұр. Ертең болашақта бұл криптовалютаның бағасы қымбаттаған кезде мынау сияқты телеграм боттар арқылы тапқан Shiba Inu'ңды шын ақшаға айналдыратын болсаң, нормально ақша табуыңа болады криптовалюта арқылы. Мына бот туралы айтпастан бұрын ең бірінші саған айтқым келгені, менің телеграмда мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егер де телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде телеграм каналыма жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның астында. Сосын айтпақшы, егер де менің YouTube каналыма жазылмаған болсаң, YouTube каналыма да жазыл. Сосын қоңыраушаны басуды ұмытпа. Енді ботқа келеміз. Жаңағы айтқанымдай, бұл боттың ссылкасын мен осы видеоның астына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийіне қалдырам. Енді бұл ботқа келесің осы видеоның астында ссылка арқылы. Сенде мына жерде старт деген кнопка тұрады, міне мынандай кнопка. Сол кнопканың үстінен басасың, сол кезде бот саған мынандай SMS жібереді. Бұл ботқа ең көп реферал шақырған 10 адамға 500 000 Shiba Inu'дан береді екен. Сосын бұл ботқа рефералдарды, яғни адамдарды накрутка арқылы шақыруыңа болмайды, яғни өзіңнің реферальный ссылкаң арқылы өзің тіркелуіңе болмайды. Егер де ондай нәрселермен айналысатын болсаң, бұл боттағы аккаунтыңды бан қылып тастайды. Яғни мына бот арқылы тапқан Shiba Inu'ңды мына бот саған төлемейді. Енді бұл бот арқылы Shiba Inu'ды табуды жалғастыру үшін, тауып бастау үшін, ең бірінші бұл боттың телеграм каналына жазыламыз. Подпишитесь на канал дейді. Мына кнопканың үстінен басамыз. Присоединиться дегенді басамыз. Дауысын алып тастауыңа болады. Жаңағы телеграм ботқа қайтып келеміз. Енді капчадан өтеміз. Мына жерде проверка капча деп тұр. Мына ссылка арқылы өтеміз. Капчадан өтеміз. Сосын мына ботқа қайтып келеміз. Мына жерде проверить дегенді басамыз. Мынандай сайтқа жіберді. Телефонымыздың экранын үлкейтеміз. Жоғары қарай көтерілеміз. Я человек деген жерге галочка қоямыз. Мынандай капча шықты. Гидросамолеттерді тап деп тұр. Яғни судың бетіне қонатын самолеттар. Дальше дегенді басамыз. Готово дегенді басамыз. Енді мына жерде Submit деген кнопканың үстінен басамыз. Капчадан өттік. Мына жерде енді X-ті басып жауып тастауыңа болады. Жаңағы ботқа қайтып келеміз. Проверить дегенді басамыз. Көріп отырғанда міне мынандай кнопкалар пайда болды. Енді бұл бот арқылы ақша табу үшін личный кабинет заработать деген кнопканың үстінен басасың, реферальный ссылкаңды аласың, реферальный ссылкаңды таратасың. Видеть. За каждого приведенного реферала вы автоматически будете получать 1000 шип. Чтобы проверить количество криптовалюты, вам нужно перейти в раздел баланс дейді. Яғни балансымызда қанша криптовалюта бар қарау үшін мына жерде баланс деген кнопканың үстінен басуымыз керек екен. Сосын реферал засчитан дейді. Человек по вашей ссылке активировал бота, подписался на канал и прошел капчу.
Выплата производится в течение 24 часов из-за нагруженности может доходить до 48 часов дейді. Яғни мына бот арқылы шығарған криптовалютаң 24 сағаттың ішінде крипто кошелегіңе түседі. Егер де 24 сағатқа дейін түспесе, 48 сағатқа дейін түседі. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде реферальный ссылкаң болады. Реферальный ссылкаңды аласың, реферальный ссылкаңды адамдарға таратасың. Қазір рефералдар туралы толығырақ айтатын болам, яғни рефералдарды қалай шақыруға болады, сол жайлы айтатын болам. Мына жерде енді баланс дегенді басып көрейік. Көріп отырғаныңдай минимальное количество дейді 20 000 шиба ину. Яғни 20 000 шиба ину тапқаннан кейін шығарып алуымызға болады. Бұл жерге қанша реферал шақыруымыз керек? 20 000 шиба ину табу үшін 10 реферал шақыратын болсақ, уже 15 000 шиба ину табамыз. 20 реферал шақыратын болсақ, уже 30 000 шиба ину табамыз екен. Яғни 20 реферал шақырып, 20 адам шақырып, мына ботқа минималканы табуыңа болады. Яғни 20 000 шиба инуыңды шығарып алуыңа болады тапқан. Сосын бұл жерде вывод деген нәрсе бар, яғни тапқан криптовалютаңды шығаратын кнопка. Вывод деген кнопканың үстінен басамыз. Не алдайды. Введите сумму для вывода. Ваш текущий баланс 0 шип дейді. Шиба ину балансымда 0. Мына жерге 20 000 шиба ину тапқаннан кейін шиба ину адресіңді жазасың. Шиба ину адресіңді Binance деген крипто биржа бар, сол жақтан алуыңа болады. Жалпы егерде Binance туралы білмейтін болсаң, неше түрлі видео уроктар бар жалпы YouTube'та. Binance-тың приложениесі бар телефонға арналған. Міне мынандай. Binance-тың да ссылкасын мен осы видеоның астына қалдырам, егерде Binance-та аккаунтың болмаса. Сонымен бұл ботқа тіркелу жағы, тапқан криптовалютаңды шығару жағы түсінікті деп ойлаймын. Жаңа бұл ботқа адамдарды қалай шақыруға болатынын толығырақ айтам дедім ғой. Яғни бұл ботқа рефералдарды қалай шақыруға болады. Бұл ботқа рефералдарды YouTube арқылы шақыруға болады. Яғни түсініп отырғаныңдай, мына бот туралы YouTube'қа видео түсіресің, видеоны телефонмен де түсіре беруіңе болады. Егерде YouTube'қа видео түсіріп білмейтін болсаң, YouTube'та неше түрлі видео уроктар бар. Сол видео уроктарды қарап, мына бот туралы видео обзор жасайсың. Яғни видео түсіресің, сол түсірген видеоңды YouTube'тан канал ашып, YouTube каналыңа саласың. Сосын видеоңның астына реферальный ссылкаңды алып, реферальный ссылкаңды қалдырасың. Жалпы бұл бот қашанға дейін ақша төлейтіні белгісіз. Сондықтан да бұл видеоны қарап болғаннан кейін бұл ботқа адамдар шақыруды бастап кеткенің жақсы, қазірден бастап. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, яғни көрсеткен ботым саған ұнаған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк бас, комментарий жаз. Егерде сұрақтарың болса, осы видеоның комментарийына кез келген сұрағыңды жазуыңа болады. Кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысам. Сонымен келесі видеода кездескенше.